Миссия деген ол жеке адамға келген кезде 4 сұраққа жауап береді. Не істеймін, қалай істеймін, не үшін істеймін деген. Орысша қалай болады? Что я делаю, как это я делаю, және для чего, немесе ради чего это делаю деген 3 сұраққа жауап береміз. Және 4-ші сұрағы бар оның. Миссияны біз 2-ге бөлеміз. 2-ге бөліп қарастырамыз. Ол жалпы миссия және жалқы миссия. Орысша общая, личная. Енді қараңыздар. Бұл екеуінің айырмашылығы не? Мынау барлық адамзатқа, мысалға 8 миллиард адам болатын болса жердің бетінде. Осы уақытқа дейін, енді бір тарихшылардың айтуы бойынша адам атадан бері бір 100 миллиард адам өмір сүрсе, енді плюс-минус жаңағыдай, біз білмейміз оны нақты, солардың бүкілінің миссиясы бұл. Ал бұл жеке менің, бұл әрқайсымыздың жалқы миссиямыз. Екеуінің айырмашылығы қараңыздар, бірнеше айырмашылығы бар. Бір айырмашылығы, мынау бүкіл адамзатқа ортақ, мынау жеке адамға байланысты. Тағы да қандай айырмашылығы бар? Тағы да екеуінің ерекше бір ерекшелігі, негізгі бір ерекшелігі. Ол мына жалпы миссияны мен және ешкім таңдамаған. Және оны ешкім өзгерте алмайды. Яғни оны біздің жаратушымыз бізге бекітіп берген. Яғни Алла тағала деп біз мысалы мұсылмандар, мұсылман ретінде мен жаратқан Алла деп сенсем, мұсылманшылықта бұның жауабы бүкіл адамзат не үшін жаратылды дейді? Аллаға құлшылық қылу үшін. Яғни біз мұсылман ретінде бүкіл адамзат Алланы танып, Аллаға құлшылық қылу үшін жаратылды деп сенеміз. Енді бұл абсолютті ақиқат деп аламыз. Бұны біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды, ол өзінің еркінде. Өзінің еркінде, ешкім мәжбүрлемейді. Әркім өз үшін өзі есеп береді. Яғни бұл бүкіл адамзаттың жалпы миссиясы. Оны біреулер қабылдамайды, қабылдамайтындар түрлі-түрліге бөлінеді. Қабылдайтындардың өзі әртүрлі. Біреулер қабылдап қана қойған, біреулер сол жолда бір әрекет жасайды деген сияқты, олар да бөлінеді. Енді мұсылман ретінде мына жалқы миссия шіркін-ай, мынаның аясынан шықпаса екен дейсіз. Енді мына жалқы миссияға келетін болсақ, бұл әркімнің жеке өз басына байланысты нәрсе екен. Жалқы миссияның өзін анықтап сонымен өмір сүргендердің саны 5%-ға жетпейді екен әлем бойынша. Егер сол статистикаға сүйенсек, 95%-дан жоғары адамдар жалқы миссиясын анықтамаған немесе онымен өмір сүрмейді.